Біз Free Fire'ды жылдар бойы ойнап, нелерге ерістік. А что, так можно было, что ли? Жоқ, мен мықты аккаунт немесе скилл туралы айтпақшы емеспін. Өмірде ары қарайда бізге пайдасы тиетін нәрселер туралы айтпақшымын. Егер сен де Free Fire ойнайтын болсаң, немесе ойнаған болсаң, лайк басып маған жазыл. Бірінші, Free Fire арқылы достар таптық. Иә, Free Fire'дан тапқан достарымызбен шын өмірде де дос болып кеткеніміз арамызда азшылық шығар. Бірақ бәрібір дос деген ең қымбатты адамдардың бірі. Екінші, ұлттық танысу, достасу немесе қарсыласу болды. Мысалы, қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік, орыс, қысқасы СНГ регионындағы жастар, яғни біздер бір-бірімізді бір ойын Free Fire арқылы жақыннан таныдық. Үшінші, тіл үйрену. Азам Трешер деген орыс ютуберлерді бала кезімізден көп көрдік және сол арқылы орысшаны одан сайын жақсы біле бастадық. Мысалы, боқтық сөздерін. Нахер, блин, не ел я твой йогурт. Төртінші, контент жасауға шабыт алғанбыз. Қазірде Free Fire түсіретін әлемде мыңдаған блогерлер бар. Арамызда бәріміз блогер болып кетпесек те, кемінде бір рет ойнағанымызды түсіріп, YouTube-қа, TikTok-қа салып көргенбіз. Бесінші, өзімізге білінбесе де миымыз дамыды. Иә, біз азаннан кешке дейін Free Fire ойнай беріп, зомби сияқты тупой болып қалған жоқпыз. Мысалы, жылдам реакция, жылдам шешім қабылдай алу, стратегиялық, тактикалық ойлау деген сияқты қабілеттеріміз 4-5 жыл FF ойнай беріп дамып кеткен. Сенің ойыңша бұл еріскен нәрселеріміз кеткен уақытымызға тұрарлық па? Комментарияға жазып қалдыр және видеоға лайк басып маған жазыл.